Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге блиныдан жасалынатын өте дәмді торттың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы оңай және де торттың құрамы қарапайым заттардан тұрады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен блинчиктарды пісіретін боламыз. Ыдысымызға жұмыртқаны жарып салып, қант салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның үстіне сүт құямыз. Ұн салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Түйіршік қалмайтындай жақсылап араластырғаннан кейін үстіне қайнаған су құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай сұйық масса болады. Табамыздың түбін бір майлап алып, блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Блинчиктің тестасына мен сода қоспадым. Сода қоспасам да әдемі болып пісіп шықты. Сіздер егер қаласаңыздар, сода қоссаңыздар да болады. Енді торттың кремін жасайтын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқаны жарып салып, оның үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның үстіне сүтті құямыз және де ұнды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін кремді газға баяу отқа қойып, үздіксіз қозғап тұрамыз. Креміміз осылай қоюлану керек. Қоюланғаннан кейін оттан алып, үстіне сары майымызды саламыз. Мен кремді осылай блендермен жақсылап араластырып алдым. Бұл міндетті емес, сіздер венчикпен немесе миксердің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Кремді салафанмен жауып, бөлме температурасына толығымен суығанша қалдырамыз. Крем суыды, енді қазір тортты дайындайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай блинчиктерді форманың шетіне орналастырып шығамыз. Кремді жағып, блинчиктерді бірін үстінен бірін орналастыратын боламыз. Соңында шетіндегі блинчиктерді бетіне қарай жауып, үстіне тарелка қойып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоятын боламыз. Торт 2-3 сағаттай холодильникте тұрды, формасын жақсы ұстады. Енді формадан босатамыз. Торттың бетін мен клубника қойып әрледім, одан кейін сахарный пудра септім. Сіздер қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Тортымыз дайын, енді кесіп дастарханға ұсына берсек болады. Өте дәмді және ерекше торт болып шығады екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.